Бүгін біз сіздермен Brawl Stars KZ каналы. Яғни бүгін айтып өтетін нәрсем, бүгін ворында қалай код арқылы алу керек екенін үйретемін. Сіздер оған сенбеуіңіз мүмкін, мен оны рас деп айтам. Себебі мен өткені Леонды аштым. Егер сіздер видеоны ақырына дейін көрсеңіздер, мен сол кодта сіздерге айтатын боламын. Енді ең алдымен сіздер біздің каналымызға жазылыңыздар, және біздің өзіміздің клубымыз бар. Яғни ол клуб мына Ona Boss деп аталады. Яғни бұл кланда мен президентпін. Дегенмен бұл кландағы бүкіл адам менің достарым. Енді біз жалпы айтып өтетін болсам, менде осындай ойынды бастағаныма 1 жыл болды. Міне мысал үшін менде Леон жоқ болатын еді. Леон жоқ еді. Мен бұл ойынға кірген кезде мен яғни Brawl Stars серверінен оның кодын сұрадым. Яғни оның коды маған Brawl Stars сервері берді оның кодын. Мен осы код арқылы осы Леонды жаздым. Ал Леон болса маған бір аптада шықты. Қазір ойынды ақырына дейін көріңіздер, мен сіздерге міндетті түрде воронның кодын жазып сіздерге шығу жолын көрсетемін. Және тек қана ворон емес, бұл жерде Спайкта, Леонда, одан да басқа түрлі адамдардың кодтары болады, бірақ ол сіздер ол кодты таба аласыздар ма, таба алмайсыздар ма, мен білмеймін. Дегенмен ол код өте қиындау болады. Оны жаттап алу үшін де кішкене ми керек деген сияқты. Ал енді мен өзім айтатын болсам, сіздерге Brawl Stars ойында қазір мен сіздерге кодты жазып көрсетемін. Яғни сіздерге ең алдымен клубтың чаты болады. Сол клубтың чатына сіздер ол кодты жібересіздер. Егер сіздер ол кодты және көрген адам көп болса, сіздерге ворон неғұрлым тезірек шығады. Менде Леон Brawl Stars бастағаннан кейін 1 апта бұрын шыққан, немесе 2 апта бұрын. Және осы жерге өздеріңіздің аттарыңызды жазып қалдырасыздар. Міне, бұдан кейін сіздерге Леон міндетті түрде шығады. Егер осы видеоға 50 лайк жиналса, мен сіздерге міндетті түрде Спайкқа код жіберемін. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар.